Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше болып шығатын, үгітіліп, қытырлақ болып пісетін қатырма нандар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүт құямыз. Одан соң жылы суымызды құямыз. Тұз саламыз, сұйық май қосып араластырамыз. Одан соң ұн саламыз. Қопсытқыш немесе ас содасын салып, орташа қатты қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып 20 минутқа тоңдырып қоямыз. Қамырымызды тағы бір рет илеп 5-10 минутқа тоңдырып қоямыз. Енді қамырды жайып аламыз. Жұқа қылып жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне сары май сүртіп жағамыз. Енді қамырдың бас жағын осы видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Үстіне ұн себіп, оқтаумен орап жағамыз. Оралған қамырымызды осылай кесіп аламыз. Енді қамырдың үстіне осылай сары май жағып аламыз. Одан соң видеода көрсетілгендей кесеміз. Енді кесілген қамырды жайлап орап шығамыз. Бізде қатпарлы қамыр дайын. Енді оны пакетке салып 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тыңған қамырымызды енді 1 см көлемінде жайып аламыз. Енді табамызға май құйып, сәл қыздырып, қаттаманы саламыз. Қолымызбен осылай айналдыра отырып, орташа отта қызарғанша пісіреміз. Енді айналдырып, екі жағында қызартып, пісіріп аламыз. Осымен біздің қатпарлы қаттамамыз да дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.